Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бірінші сынып жаратылыстану. 28-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы жасанды жарық көздері. Балалар, кел ойланайық. Жасанды жарық көзі не үшін қажет? Жарық көздерін пайда болу реттілігін айт. Балалар, бізге жасанды жарық біздің өмір сүруіміз үшін өте маңызды. Жарық болмаса, біз еш нәрседе көре алмаймыз. Солай ма, балалар? Енді суреттерге қарап, біз жарық көздерін пайда болу реттілігін айтып көрейік. Ертеде, балалар, мұны май шам. Бұны біз шам деп атаймыз. Бұл біздерге жасанды жарық көзіне жатады. Бұл келесі сурет. Бұл да жасанды шамның басқаша түрі. Май шам. Ал мынау, бұл да ертеде пайда болған май шамның түрі. Біз бұны қазіргі кезде де сәндік үшін, белгілі бір мерекелерде, әсемдік үшін де қолданылады, балалар? Және бұның ең басты қызметі жарық береді. Содан соң, бұл біздің күнделікті үйімізде қолданатын электр тоғы арқылы алынатын шамның түрін көріп тұрсыңдар. Білгенің жөн. Жарық бізге қоршаған ортаны көру үшін керек. Ертеректе майшамды пайдаланған. Қазіргі уақытта жарықты электрдің көмегімен аламыз. Солай ма, балалар? Әрине солай. Адамның қолымен жасалған жарық көздерін жасанды жарық көздері деп атайды. Жасанды жарық көздерін адам өз қажеттілігіне қарай ойлап тапты. Бақылайық. Балалар, сынып бөлмесіндегі жасанды жарық көздерін ата. Олар не үшін қажет? Табиғи жарық көзін ата. Балалар, бізге сыныпта қандай жарық түрлері бар? Жасанды жарық көзі түседі және табиғи жарық көзі түседі. Бұл табиғи жарық көзі дегеніміз сыныптың бөлмелеріне терезе арқылы күн түсіп тұрады. Күн бізге ең басты қызметі жарық береді. Біз бұны табиғи жарық көзі деп атаймыз. Енді сынып бөлмесіндегі жасанды жарық көздеріне төбедегі электр тоғы арқылы беріліп тұрған жасанды жарықты біз бұл жарық көздері деп атаймыз. Енді балалар, суреттерге назар аудар. Театр сахнасында көрініс қойылады. Қараңғы сахнаға арнайы жарық түсіріледі. Мұнымен айналысатын маманды жарық операторы дейді. Білгенің жөн. Кешке әр оқушының жұмыс орнында үстел шамы болу керек. Оның жарығы оқулық пен дәптердің бетіне бағытталады. Жарық сол жағынан түскені жөн. Бұл көздің саулығына пайдалы. Қызықты мәлімет. Электр
қуатымен жанатын шамдар 2 ғасыр бұрын пайда болған екен. Жасанды жарық көздерін адамдар күнделікті пайдаланылады. Балалар, осымен бүгін жасанды жарық көздері тақырыбындағы сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.